Сәлеметсіздер ме? Осы видеода мен сіздермен доллар гүлін өсірудегі қарапайым құпиялармен таныстырып айтатын боламын. Егер де доллар гүлінің үлкен болып өсуін қаласаңыздар, осы видеоның аяғына дейін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Кішкентай доллар гүлін 1 жыл немесе 1,5 жылда үлкен қылып қалай өсіруге болады? Бүгін мен сіздерге осы доллар гүлі туралы қалай оларды үлкен қылып өсіру керек, қалай бұлардан жақсы өскін шығару керек, сол туралы айтатын боламын. Міне мына жерде қарасаңыздар, осы доллар гүлінің міне әр жерінен кішкентай өскіндер шығып жатыр. Негізі біз доллар гүлін осы жаз мезгілінде жақсы қарқынды өсу үшін көптеген тыңайтқыштармен тыңайтып отыруымыз керек. Мынау алдарыңызда менің доллар гүлдерім, қарасаңыздар қатары көбейді. Мен әр өзімнің видеомда айтып отырамын доллар гүлі туралы. Ал мынау сарғайып тұрған ол доллар гүлінің сабағынан қиып, мен суға қойып, оның картошкасын өсіргенмін, содан қасына егіп қойдым. Міне осы доллар гүлдерінің барлығы жақсы өсіп, өскін шығарып, үлкен болып жайқалып өсіп жатыр. Мен осы 1 айдан бері ешқандай гүл түсірген жоқпын. Жан-жаққа кетіп қалдық, шаруалар болды. Тек бұл гүлдерге мен үйде жоқ уақытта балдар қара су құйып тұрды. Соның өзінде бұл гүлдер жақсы өсіп жатыр. Және де бұл гүлдерді мен үйге емес, сарайға шығарып тастағанмын. Оның ауасы кеңдеу болғандықтан барлық гүлдерімді үйдегі сол жаққа шығарып тастадым. Сол жақтың ауасымен осы гүлдер өсіп жатты. Енді мен осы 1 ай көлемінде сол сіздермен тағы да осы жаз мезгілінде осы доллар гүлін өсіру үшін қандай тыңайтқыш беру керек, сол тыңайтқыш туралы сіздермен бірге қазір айтып, соны бірге беретін боламыз. Мынау менде үлкен қара доллар гүлі жазда маған сыйлыққа келді. Бұл жақсы өсіп тұр еді. Бұны балдарым суды көп құйып жіберді ма, келгеннен кейін маған түрі ұнамады да, ашып қарасам, астының барлығы шіріп кеткен, 100%-ның 80% шіріп кеткен картошкасы. Соны мен жақсылап жуып, тазалап, қолымдағы бар марганцовкамен тамырын заласыздандырып, мынау жаңадан өскен міне бұтағы. Сөйтіп 2 күн бұл доллар гүлін мен кептіріп қойдым тамырын. Содан кейін барып қара көмір дәрісін жақсылап тұрып ұнтап, сол картошкасына сеуіп, қайтадан басқа топырақ жасап, сөйтіп егіп қойдым. Бірақ мен картошкасын жуғанда, тамырларын жуғанда қарасам, бұның астында көптеген өскіндер шығып келе жатыр екен. Енді әрмен қарай қалай өсіп жатқанын қадағалайтын боламыз. Өскіндерінің барлығы шығып жатса, мен тағы да шортс видео түсіріп көрсететін боламын. Ал мынау менің ең кішкентай жапырақтан өсірейін деп жатқан гүлдерім. Мынау горшокке отырғызған гүл алдында осындай стаканға салып, картошкасы шыққан тамырымен. Содан мен келгеннен кейін өстіп топыраққа отырғызып қойдым. Ал басқа бір гүлдің жапырақтарын өстіп суға салып қойдым. Ал мынау осындай міне жапырақтардан алдым да суға салып қойдым. Ал мынау менде жапырақтарды бірден суға отырғызғанмын. Міне қарасаңыздар, жіппен суару әдісімен отырғызып қойдым. Міне бұлар жақсы тамырланған, астынан уже тамырлары шығып жатыр бұның. Ал енді мынау бұтақтардың астындағы тамырын қараңыздар. Бұл да сондай жіппен суару әдісімен отыр. Мынау астындағы ыдыстарындағы су таусылып қалса, кішкентай су құйып қоям. Сонымен бұлар тамырланып жатыр. Үнемі тамыры ылғал болғандықтан бұлар тез өседі. Ал енді бүгінгі жасайтын тыңайтқышымыз бұл гүлдердің тамырларын жақсайтып қоймай, тамыр жүйесін нығайтады. Доллар гүлінің картошкасын өсіріп, тез жапырақ шығаруына көмектеседі. Мына жерде қарап отырсаңыздар,
менде жылы 1 литр су. Міне, сосын өткенде мен сіздерге бір көрсеттім. Мынандай үлкен көлемдегі циркон эпиндерді қаяқтан алуға болатын, қайдан алғанымды айтып кішкентай ғана видео түсіргенмін. Енді сол міне цирконды пайдаланайын деп жатырмыз. Мен бір осы российский осындай гүл өсіретін адамды үнемі көріп жүрем. Соның әдісін қолданамын. Сол айтты, негізі бізде 1 литр суға цирконның 4-ақ тамшы циркон құюымыз керек негізінде. Бірақ ол әйел 1 литр суға 1 миллилитр циркон құйды. Бірақ мен 50 миллилитр құйып жатырмын. Ол ешқандай гүлдерге зияны жоқ. Содан кейін барып, мен биогумустан 2 миллилитр биогумус алып, сол жаңағы циркон құйған суыма араластырамын. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, менің үнемі осы каналымды көріп жүрген тұрақты көрерменім болсаңыздар, мен бұл гүлдерге тек бір ғана тыңайтқыш бермеймін, 2-3 тыңайтқышты қосып, жасап құйып жүремін гүлдерге. Міне, бұл циркон гүлдердің өсуін ынталандырса, ал биогумуста көптеген микро-макро элементтер бар. Сондықтан да бұл екеуі араласа отырып, гүлдердің жақсы өсуіне, жақсы жапырақ шығаруына, тамырын үлкейтуге, гүлдердің бойының өсуіне жақсы көмектеседі. Бұл негізі цирконды стимулятор роста деп атайды, және де гүлдердің стресске түскен гүлдердің тез стресстен шығуына көмектеседі. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, мен үнемі айтып отырам, циркон қосылған суды ең бірінші жақсылап тұрып көпіртіп аламыз. Сол кезде циркон мынандай көпірген сайын оның күші арта береді. Ал 2 қоспа, 3 қоспаны қосып берсек, ол кезде біздің мына суымыздың гүлдердің өсуіне күшті әсері болады. Жаңағы тыңайтқыштардың бір-біріне қосыла отырып, жаңағы гүлдердің өсуін арттырады. Міне, енді көрсеңіздер, жақсы көпіріп жатыр. Қазір енді біз осы суды гүлдерге құятын боламыз. Бұны тек доллар гүліне емес, басқа қандай гүлдеріңіз бар, барлығына да құя берсеңіздер болады. Ал егер де мынау биогумустың орнына гумат калия деген тыңайтқыш болса, соны берсеңіздер қолдарыңызда, тіпті жақсы болады. Енді міне, мен суымды мынандай су құйғышқа құйып алдым. Бұл өте су құюға ыңғайлы. Міне, өстіп гүлдерімнің барлығының түбіне құйып шығамын. Менің гүлдерімнің топырағы өте жеңіл. Олар 1,7-де кеуіп тұрады. Қазір өздеріңіз білесіздер, күн ыстық болғаннан кейін гүлдердің топырақтары тез кебеді. Ал егер де сіздердің гүлдеріңіздің топырақтары кеппесе, ол кезде сол гүлдердің топырағын кептіріп барып құйыңыздар. Сол кезде гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Ал егер де жаңағыдай ылғал болып тұрған топыраққа қайттан бұны құятын болсаңыздар, ол кезде гүлдеріңіздің топырақтары одан сайын ылғал болып, сөйтіп гүлдеріңіздің тамыры шіріп кетуі мүмкін. Сосын бұл гүлдерге су құйғанда кәдімгі мынау ыдыстың жиектеріне жағалатып құю керек. Сол кезде тамырларының барлығы біртегіс су ішетін болады. Ал егер де бір қапталына құйып, бір қапталына құйылмаса, ол кезде тамырының бір қапталы суды ішеді де, бір қапталы суды ішпей қалуы мүмкін. Соғанда баса назар аудару керек. Гүлдеріңіздің тамыры қаншалықты жақсы болса, соншалықты гүлдеріңіз жақсы өсетін болады, ауырмай. Жаз айларында біз үнемі, өздеріңіз білесіздер, гүлдер қарқынды өсетін болғандықтан, оған осындай 2,7-1 немесе әр су құйғанда бөлек-бөлек құйсаңыздар да болады, міндетті түрде тыңайтқыш құйып тұрыңыздар. Ол гүлдеріңіздің тез-тез өсіп жетілуіне көмектеседі. Мынау енді менде декабрист гүлі, міне барлық сегменттерінен қайттан жапырақ шығарып жатыр. Бұл гүлдеп болды. Мен бұның гүлдегенде видео түсірдім желтоқсан айында.
оған да құйып жатырмын. Міне мынау менің шифлера гүлім. Бұл гүлді де ауырып қиып тастаған, енді өсіп келе жатқан кезіндегі шортс видео түсіргенмін. Міне сіздерде осындай тыңайтқыштарыңыз болса, гүлдеріңізді қуантып, гүлдеріңізге тыңайтқыш беріп тұрыңыздар. Енді осы екі қоспаға нашатырный спирт қоссаңыздар, 2 миллиграмм тіпті жақсы болады. Ол мынау гүлдердің жапырақтарының жақсы шығуына көмектеседі. Көп болып жапырақ шығуына көмектеседі. Менде бұл нашатырный спирт таусылып қалғандықтан мен оны құйған жоқпын. Енді келесі бір видеомда сол нашатырный спиртпен қалай біз осы гүлдерге тыңайтқыш жасаймыз, сол туралы айтатын боламыз. Мына жерде гүлдің сары жапырағына назар аудармаңыздар. Ол мына үлкен доллар гүлдің сабағы, соны мен суға салып тамырлатып, бұның астында үлкен картошкасы бар. Мен кеше келгеннен кейін қарап, гүлдердің барлығын біріктіріп еккенмін. Енді бізге бұл сары болып тұрған жапырақтарының керегі жоқ. Мен бәрін қиып тастап жатырмын. Міне қиып тастағаннан кейін бұның астындағы картошкасы одан да үлкен болып өседі. Бар күшін жаңағы жапыраққа арнамайды. Ал егерде анау жапырағымен тұра беретін болса, ол кезде ол картошкасын өсіре алмайды да, барлық күшін жапыраққа жібереді. Сондықтан сарғайып тұрған жапырақ болса, оны кесіп тастаңыздар, оның керегі жоқ. Міне мен сіздерге осы доллар гүлі болсын, басқа гүлдер болсын, жаз айларында жақсы тез өсіретін осындай тыңайтқыштарды қалай қанша мөлшерде пайдалану керек, соны сіздерге көрсеттім. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің де гүлдеріңіз үлкен болып жайқалып өсе берсін. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.